осындай жерге отырмын. Бір настроением керемет деп айта алмаймын, шыны керек. Сразу айта салайын. Өздеріңіз қалайсыздар? Мансұр, тістерін көріп шоқ болып келесің, мүмкін тісі деп қойдым. Сен тістерің ғой? Қарап келе тұр тістерін. Врачқа барамыз, снимок түсірдік. Біз киндер патиға дайындалып, шыққан деп жатырмыз, Арайка екеуміз. Шашылып жатыр ғой апа! Жинақ қоймайсың ба бөлмеңді десің? Короче, осындай лук бізде. Жасыл дресс-код. Шашын тістеп берді Арайка. Бояндырып берші десің, нормально тұрмай. Енді ақпен кезек өздеріңізден баршамызға шарт емес, арамыздан екі үшеуін жақсап сөйлеп, қалғанымыз отырып билейік. Үлкені көкесізді. Әлдің көкем, қолғаным, айгерім, жандарым, мына тойларым құтты болсын. Кішкентай халқымыздың туғаны құтты болсын. Ема пробкамен ровно бір сағатта кетіп қойдым. Шахида алып жолдан. Арайкеміз дайындалып. Тілек айтады. Қонақтардың бәрі келіп, соңында кетті. Сен дедім мен. Сөйтіп мен қарындасым маған айтты, сен бойдақсың ба деді. Сосын мен айттым, менде шаруаң болмасын, мен 4 бала анамын дедім. Сосын мен екеуміз танысайық та, үйтейік та, мен сен Маржанмен таныстырамын деді. Сосын мен ойлаптым, Чимкентте Маржан деген менің коллегам болған. Мен соның ағасы екенді ойлаптым да, Чимкенттен ба деп. Сюда жүру невозможно, на терді қараңыздар. Біраз зат алып тастадық. Как вы себя чувствуете, на қараңыздар терді? Жасно. Өшіп қалдым, өшіп. Мен просто охранник болып заттарға қарап тұрдым, бір жерде осы кісі жүгірді. Машинаны анау барша қауып кеткенбіз ғой еще. Сонымен көже ішіп қазір. Мына көже күшті екен. Сөйтіп деген, қазір енді Гранд Паркте прямой айдайық деп жатыр, иә? Болмайды екен, базардан киім алайын деп едім. Гранд Парктен ала саламыз деп кетіп жатыр енді. Біз базардан шығып, үйге керек заттардың бәрін алып, мен вообще педикюрге мүлде келмейді екем. Вообще өмірімде негіз педикюрге бармаймын, неге екен білмеймін. Үйде өзім ете беретін. Бірақ осы соңғы айда мүлдем қолым аяғыма жетпей, қиналып қалғаннан кейін педикюрға келдім. Енді қазір аяғым бәрін ете алмасам, аяғым тампақ болып барады. Үсіп кетті қараңыздаршы. Аяқтарын бәрін педикюр жасатып алып, кішкене жеңілдік қалмасам, потом шашымды жуғызып алам. Рахаттанып. Педикюр жасап біттім. Енді шашыма укладка жасап алайын деп отырмын. Әсіркет мынандай күннің ыстығында бала көтеру деген өте қиын екен, оңай емес екен. Шашылап жатырмыз. Сол бүгін негізі бір тойға барамыз. Қандай той екенін тауып кетіңіздер. Маған салонның бір жері ұнайтыны. Бұл жақта бас жуғанда массаж жасап береді басына. Сол жақ қатындайды. Сол үшін салонға келіп бас жудырғым келеді менің. И шашында иісі вообще үйдегіден бөлек шығады ғой. Қанша үйде иісі күшті шампуньды алып, бірақ дәл бұндай болып шықпайды да. Как? Нормально? Очень красиво, классно. Спасибо. Спасибо вам. Менде бүгін осындай мейк. Мен всегда мейкті өзім жасаймын. Қараңыздаршы. Андай подводка сыған ноқтада необычный болсам, я. Кімге үйретейін қыздар деп ше. И шашымда күшті болып тұрған сияқты. И бізде бүгінгі лук зеленый түс. И менің жанымның лугы маған өте қатты ұнады. Бүгінгі. Я жан? Очкимен әдем болып тұр. Қараңыздар, шашы қандай сымбатты жігіт болып тұр ғой. Менің шалымның жасы 30-ға келсе де, әлі жас қыздар сынады 2006-2007-лер. Негізі мен апорт жақтағы
ЖК-ларда үй сатып жүрмін да қазір. Сонымен совпадение ма, білмеймін әйтеуір қалай болды екен. Тамақ іше салайын деп кірсем бір кісі отыр. Мына кісі тамақ ішіп отыр. Мына кісі тамақ ішіп отыр. Ас болсын. Барайын ба қасына, қалай ойлайсыздар? Приятного аппетита.